Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді рогалики жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар: 3 жұмыртқа, 120 грамм сары май, 250 грамм қаймақ, 140 грамм қант, 340 грамм творог, 10 грамм разрыхитель, 700 грамм ұн. Видеодағындай етіп жұмыртқамызды, сары майымызды бірге алып, араластырып аламыз. Сары майымыз үй температурасында болу керек. Микроволновкаға қыздырмаңыздар. Егер микроволновка қыздыратын болсаңыздар, сары майдың суы шығып кетеді. Қаймағымызды салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Араласқан массамыздың үстінен 340 грамм творогымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. 700 грамм ұнымызды салып, екіге бөліп салатын боламыз. Бірден салмаңыздар, қамырларыңыз қатып қалады. Сол себептен екіге бөліп саласыздар. Бірінші бөлігінің үстінен 10 грамм разрыхителімізді салатын боламыз. Видеодағындай етіп, бүкілін езіп алып, содан кейін ұнды салып, қамырды илейтін боламыз. Осындай дайын болған қамырымызды кішкентай етіп, 7-8 бөлікке бөліп, осындай көлемде етіп бөліп аласыздар. Көлеміне қарай кесіп, қызып тұрған пешке 180 градуста пісіретін боламыз. Ішіне қалаған заттарыңызды салсаңыздар болады. Джем салсаңыздар да болады. Сгущенное молоко салсаңыздар да болады. Вареный сгущенка салсаңыздар. Менде үйде не зат бар, сол затпен қолданып жатырмын. Мен сгущенное молоко салып жатырмын. Дәл осылай видеодағындай етіп, әдемі формаға келтіріп, рогаликімізді орап аламыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 30 немесе 25 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болған рогаликімізді сахарный пудрамен әсемдейтін боламыз. Астарыңыз дәмді болсын.